негізінде ең әуелі адам бақыт деген нәрсені түсініп алған дұрыс та. Бақыт деген нәрсе мен үшін сен бұл өмірде барсың, тірісің, сыналып жатсың, сенің мүмкіншілігің, таңдауың бар, сен сол деңгейден бастап өзіңді бақытты сезіну керек, еркіндік бар сенде. Енді әпке қарындастарымыз шетелге тұрмысқа шығып жатқанда, енді әркімнің өмірі әрқалай. Жалпы ол 100% қате деп айтпаймын, біреудің тағдырын, біреудің таңдауын дұрыс емес деп айтқанымызда қаншалықты ол дұрыс екенін біз білмейміз. Бірақ абзалырақ деген нәрсе ұғым бар. Жалпы біз қазақ ұлт ретінде өсіп өніміміз, халықтың көбеюі, халық қанша көбейген сайын сонша кәсіп те дамиды, еліміз де дамиды. Ол үшін әпке қарындастарымызға айтарым, тектілік деп сол өзінің халқына, ұлтына жанашыр деп білетін болғаннан кейін, өз ұлтыңа, халқыңа жаның ашса, өзіңнің қазағыңнан тұқым таратқаның дұрыс.